Қысқасын айтқанда, Зарядка жоқ. Бүгін сейсенбі. Мен Free Fire ойнап отырдым. Менің телефоным өшіп қалды. Маған ұнамады. Менде зарядка болмағасымен жылай бастадым. Осындай жағдай мен өмірімде тек 1 жыл бұрын ғана болды. Мен жарды соға бастадым. Мен дәулеттен мені бір соғуын сұрадым. мен ойланбастан Ернарды талдырып жібердім. Ернар шынымен де талып қалды. 5 минуттан соң Ернар менен тамақ сұрады. Мен мән бермей телефон қарап жатырдым. Ернар бауырсақты опырып жеп отырды. Ернар бауырсақты тауысты. Мен әдеттегі телефон қарап жаттым. Ернар менен зарядканы қақылдап сұрап жатты. Мен оған өзіме ұнайтын нәрсені көрсеттім. Ернар мені жасамайтын зарядкасымен соға бастады. Мен оған мән бермедім. Ернар маған өз әлемінде өмір сүре бер деді. Маған ұнамады. Ернар құсқысы келіп жүгіріп бара жатырды. Ернар құса бастады. Менің жүрегім айныды. Мен Ернарды зарядка болмағанда осындай болады деп ойлаған жоқпын. 10 минуттан соң. Родной. Ойбай! Родной. Yok, братан. Мен өлейін деп жатырмын. Өзің де көрдің. Мен зарядкасыз, телефонсыз өмір сүре алмайын. Мен саған телефонымды аманат қылып тастап кетемін. Ішінде YouTube каналы бар, активность көтер. Қош бол, родной. Мен өлдім. Өлме, родной! Өлме дейсің! Қысқасын айтқанда, Ернар спортсмен. Бүгін сенбі. Мен Маша қарап отырдым. Ернар жаттығу жасап жатырды. Бұл бір түрлі болды. Ернар маған арықтамайсың ба деді. Ернар менің намысыма тиіп жіберді. Ернар маған қарады. Мен Ернарға қарадым. Ол маған алы көзбен қарады. Мен оған өзіме ұнайтын нәрсені көрсеттім. Ернар менің артымнан қуып келе жатты. Мен қолымда ыстық су болды. Мен тоқтадым. Ернар маған қарады. Мен оған су шаштым. Ернар талып қалды. Вот это